Қайырлы күн, құрметті пайдаланушы. Менің есімім Гүлдана, және осы қысқа бейнероликте мен сізге қалай біздің бағдарламаны пайдалану керектігін көрсетемін. Осы бейнероликті қарап шыққаннан кейін, сіз өзіңіздің мәселеңізді қалай шешуге болатынын түсінесіз. Сондай-ақ бағдарламаның мүмкіндіктерімен жақынырақ танысасыз. Бұл видеода Excel файл арқылы тауарлар мен тауарлар санын жүйеге қалай жүктеу керектігін қарастырамыз. Қазіргі таңда жүйеде тауарлар мен топтар жоқ. Жүктеу үшін сервис импорт товаров и накладных бөліміне өтеміз. Ашылған терезеде екі бөлім бар. Форма загрузки терезесінде импортқа арналған шаблонды жүктеп алуға болады. Бұл файлда кесте құрылымының үлгісі көрсетілген. Назар аударыңыз, барлық бағандарды толтыру міндетті емес. Біздің мысалда келесі бағандар қолданылады. Тауар тобы, артикул, штрих-код, атауы, өлшем бірлігі, түсі, өлшемі, сату бағасы, тауар саны және сатып алу бағасы. Файлды дайындағаннан кейін жүйеге қайта ораламыз. Импорт басталатын жол нөмірін көрсетеміз. Біздің жағдайда екінші жол. Себебі бірінші жолда баған атауы жазылған. Келесі қадамда файлды жүктейміз. Төменгі бөлікте импортталған тауарлар тізімі көрсетіледі. Жүйедегі баған атауларын файлдағы деректермен сәйкестендіріп шығамыз. Келесі настройки импорта бөліміне өтеміз. Егер тауарлар жүйеде бар болса және олардың деректерін немесе саны жаңарту қажет болса, обновлять реквизиты товаров жалаушасын белгілеп, іздеу тәсілін таңдаймыз. Артикул немесе штрих-код бойынша. Қажет болған жағдайда жеткізушіні көрсетуге болады. Себебі импорт аяқталғаннан кейін тауар санын жүктеген болсаңыз, приход товары бөлімінде автоматты түрде жаңа кіріс құжаты құрылады. Импортировать батырмасын басамыз. Жүйе деректерді өңдеуді бастайды. Өңдеу барысында келесі хабарламалар пайда болуы мүмкін. Егер тауар бар болған жағдайда, оның деректері жаңартылады. Қателер болған жағдайда жүйе түзету қажет жолдарды көрсетеді. Импорт аяқталғаннан кейін нәтижені тексеруге болады. Тауарлар тізімін немесе құрылған құжатты ашыңыз. Қажет болса деректерді қолмен түзетуге немесе қателері түзетілген файлды бұл жолы реквизиттерді жаңарту белгісімен қайта жүктеуге болады. Бұл бейнеролик сіздің сұрақтарыңызға жауап берді деп үміттенеміз. Біздің арнамыздағы басқа да оқыту видеоларын көріңіз немесе кез келген уақытта 8702-778-9911 нөмірі арқылы хабарласыңыз. Бізбен бірге болғаныңыз үшін рахмет. Сізге сәтті сауда тілейміз.